Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін қорада кешкі астарын беріп жатырмын. Бізде жем сол баяғы куриный рац, бидай, здравор несушка. Соларды араластырып, қазір тауықтарға беріп жатырмын. Ала берсені кешкі астары бұлар беріп жатқан. Барлығы жеп жатыр. Міне бұларда 16 бас болғасын екі жерге беріп жатыр. Мен жақта мына жақта енді 9 баста болғасын бір жерге, тоже ар жағында 8-9 бас болғасын бір жерге беріп жатырмын. Ала берсе алдағы уақытта жаңалықтар болады. Жақсы жаңалықтар болады. Ала болса тек сіздер каналға жазылып, лайк басып қолдап отырсаңыздар болды. Сосын айтатын жаңалық, бізде Адлер тауықтары жайлап түлеп бастап жатыр екен. Жұмыртқасы азайып жатыр қазіргі уақытта. Енді түлеп болғаннан кейін, енді бір апта ғой, максимально бір апта түлейді. Бұлар содан кейін барып қайтадан жұмыртқаға кіреді. Қазір бұлар енді түлеп жатыр. Мына жем беріп жатыр ғой, соған енді кішкене жүз алмайтқанша құрғақ қылып біраз алып суға араластырып бердім енді. Дейді ата аяқтарымен кіріп кетіп жатыр ішіне. Кебекпен нені куриный рац араластырып жатырмын енді ішіне. Кішкене куриный рацқа мана сіңімді болады да, ана не деген. Қалай айтсам болады. Несушка здырып, куриный рацпен кебекті араластырсам, кебекке кішкене сіңіп алады да, кебек өзіне сіңдіріп алады судың барлығын. Мен ең бірінші несушка здраворды суға араластырып алдым. Потому что менде бір күн үйге қоятын, бұқтыратын менде уақыт жоқ. Жұмыс бастадан болғаннан кейін. Ең бірінші несушка здраворды ең бірінші суға араластырып алдым, жылы суға. Судан кейін куриный рац салдым. Куриный рацтың барлығын араластырып болғаннан кейін екі қаймақ шелегін кебекті салып, араластырып, кішкене бір 5-10 минут қораның ішіне мана бұлай жүрдім ғой, шаруалар жасап, жылы су беріп. Сол уақытта кішкене тұрғызып қойдым. Өздерінің бойындарына сіңіп алғанша. Содан кейін барып беріп жатырмын. Қазір соларды жеп жатыр бұлар. Таза су беріп жатыр бұларға қазір. Міне сулары барлығы құйылып тұр. Мына австралиялықтарға енді су беріп жатырмын. Қалғандарына таза су беріп жатырмын. Осы бұйыртса. Ала болса жаңалықтар болады. Атеш кетеді ар жағындағы. Домашний атеш кетейін деп жатыр. Орнына басқа атеш келеді, ала бұйыртса. Мен жақта көгершіндерді де сүрейін айтпақшы. Мен балапаным көгершін. Өте жақсы болып қалды, ұрғашы сияқты. Енді бір айдан кейін бұл да парласып жайлап ұшады ғой. Ала бұйыртса бұның да ұшқанын көретін боласыздар. Осы міне. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.